саламатсыздар ма? Мен мына жеке кәсібіме қош келдіңіздер. Мен өзім механик мына СТО-да жасаймын. Осы СТО-ны ашқаныма 2020 жылдан бастап жұмыс істеп келем. Бұл салаға мені баулыған әкем жастайынан қызығушылық танытқасын. Қазір осы қызығушылығым енді кәсіпке айналды. Сол кәсіппен қазір жанұямды қажеттілігін толтырып отырмын. Бұл кәсіпті ашқаныма биыл 5 жыл болды. Қасымда аудан жасынан көмекшім бар. Сол екеуміз осы ауданның енді біздің қолымыздан келетін көмегіміз машина жөнінде болғансын жерде солардың көмегімізді беріп кәсіп етіп отырық. Мынау өзіміздің цехтағы кілт құралдарымыз. Бұны жаңа ыңғайлы қылып, өзімізге жылдам жұмыс жасау үшін осындай қылып реттестіріп қойғанымыз кілттеріміз күнделікті қолданатын. Мынау енді жаңа машинадан шыққан нелер, қосалқы бөлшектер, бұлар енді дайындық үстінде машина жөнделу барысында қазір. Сондықтан жуамыз, тазалаймыз, осылай реттестіріп қоямыз, кейін сосын жинау жұмысы басталады. Біздің цехтың ішіндегі енді жалпы ең жаңағы керекті де жаңа неміз құралымыз бұл машинаны көтеретін арнайы құрал, подъемник дейді. Бұл өзінің ерекшелігі машинаны іліп қойып көтеріп, астына кірген кезде, жұмыс жасаған кезде ыңғайлы. Жастарға айтарым, енді еңбектеніңіздер, кәсіп бастаңыздар, қорықпаңыздар, жемісін болады кәсіптің.